Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде эксклюзив бағдарламасы. Бүгін біз Балуан Шолақ туралы әңгіме қозғамақпыз. Өйткені биыл даңқты бабамыздың 150 жылдығы. Осы тақырып бойынша сұхбаттасымыз, жазушы, журналист, қоғам қайраткері Балуан Шолақтың ұрпағы Арғынбай Бекбосын ағамыз. Қош келдіңіз. Арғынбай аға, менің сізге алғашқы сұрағым мынандай. Сіз осыдан жарты ғасыр уақыт бұрын біз сияқты жастау журналист кезіңізде кененді көрген екенсіз. Ол кісіге бір сауал қойған екенсіз. Сол сауалды айландырып бүгін өзіңізге қояйын деп отырмыз. Ол сауалдың төркіні мынау. Балуан Шолақтың дауыс диапазоны арқаның ән өнері. Балуан Шолақтың амплуасы осы жақта, осы жерде қан базарының тұсынан ән салып өткен сал-серілердің дәстүрі. Сонда біздің ұғымымызда Балуан Шолақ осы жерде туып өткен шығар деген ой келеді адамға. Бұл Балуан Шолақтың туған, өнер көрсеткен тарихы неден басталады? Мен де өзің сияқты ойлайтынмын. 59 жылғы мамыр-маусым айына дейін. Балуан Шолақ атамыз осы арқаның төл тумасы болар. Осы Көкшеліндегі 18 сері, Біржан Сал, Ақан Серлер дәстүріндегі әнші, композитор, сал сері болар деп ойлайтынмын. Ол шынында да солай. Ал енді ата тегіне байланысты Кенен атамыздан оқыс бір жағдайды естігенім бар. Ол жаңа өзің айтқандай, сол жарты ғасырдан да астам уақыт бұрын 1959 жылы Кенен атаның алғаш рет 75 жылдық мерейтойы өткізілетін болды. Республикада, біздің Жамбыл облысында қызу дайындық жүріп жатты. Ол кезде мен сол облыстық радионың тілшісі едім. Той қарсаңында Кенен ата туралы радио очерк жазу керек деген тапсырма алдым да атаның алдына бардым. Үйдің көлеңкесінде сол қасында бір өздерінің 4-5 замандас кемпірлерді жиып алса керек, қымыз ішіп ән айтып отыр екен. Қай елденсің деп сөйтіп сұрады. Ата Сәмбетпін дегеннен кейін осы еңсесімен бұрылып маған келші айналайын. Балуан Шолақ ағамның аталас ұрпағы екенсің ғой, бетіңнен сүйейін деп мені құшақтап алып маңдайыма сүйді. Ата ол кісі анау Көкшетау жақтан емес пе еді? Бізге қалай туыс болады дедім. Кенен атамнан естігенім 18 ғасырдың аяғында. Одан бұрынырақта сол жоңғармен жағаласып әбден әлсіреген қазақ елінің оңтүстігін Қоқан хандығы деген бір басқыншылар басып алып билеп отырған ғой отарлап. Ана Шудың бойында Қан тауының етегіндегі Далағайнар, Бұланбай деген жерлерде біздің Сәмбеттің бір шағын ғана ауылы отырған. Сол ауылға қоқандықтардың алым-салық жинайтын бір 4-5 жасақшысы келеді. Салығынан өзге де жаңа ар-намысқа тиетіндей қыз-келіншекке тиісіп, оған шыдамаған ауыл адамдары әлгі 4-5-еуін өлтіретті, өліктерін Шудың суына апарып ағызып жіберіп, сол бір түнде Тулақ батыр бастаған шағын ғана ауыл үдере көшіп, солтүстікке арқаға қарай бет алады ғой. Балқаштың бойына қарай, басқа ары қарай сонымен жылжып кетпек, Қоқанның қолы жетпейтін жерге бармақ. Содан пана табамыз ба деп жылжи берген, ақыры сол Көкше өңіріне келіп тұрақтағанда, Арғынның Атығай қарауыл, онан соң Ақсары керейлер, алыстан аға баласы келіпті.
мынандай бір қиын жағдаймен келіпті, ортамыздан қоныс берейік деп, сол жаңағы Тастөзек жақтан мынау жайлауың, мынау қыстауың болады, мынау көктеуің болады деген сияқты үлкен қамқорлық жасап, жер беріп, қоныс беріп орналастырады. Содан сол жерде Үйсін ауыл деген ауыл пайда болып, өсіп өне бастайды. Балуан Шолақ та, оның әкесі Баймырза да, оның әкесі Жарықшақ та сол өңірде дүниеге келеді. Міне осы жағдайды Кенекең қысқаша маған сол кезде айтып еді. Ол кісі бұны Балуан Шолақ ағамның өз аузынан естіген. 1914 жылы қасына өзінің Тәуекел деген інісі бастаған 8 серік ертіп, Жетісуға Алатаудың атырабына барған ғой. Алатау мен Қаратаудың аралығын. Бір жағы Алматы, бір жағы сонау Шымкент, Түркістанға дейін. Мына жағы Қырғызға шығып, Алатау, Қаратау атырабын әнге бөліп, арқаның әнін ала барып, думандатқан, ел жұртпен танысқан, табысқан, ата-бабасының жүрген өскен елдерін, жерлерін көрген. Сөйтіп, өзінің бір перзенттік парызын өтеген ғой. Міне сол сапарында Кененді кездестірген. Сөйтіп, Кененнің талантын таныған, қасына ертіп жүрген. Балуан Шолақ ағамыздың менің Кенен болуыма көп шарапаты тиген. Менің үлкен ұстаздарымның бірі, қамқоршымның бірі сол Шөкең ағам еді ғой деп әңгімесін айтқан болады. Арғынбайға, мына Балуан Шолақтың ғалиясының өзінің бірнеше түрі бар. 5 түрі бар деп естеміз. Соған осыдан барып бір сұрақ туындайды. Балуан Шолақтың жаңа шығарған әндері, шығармалары толықтай бізге жетті ме? Бұл енді соншалықты бір алыстағы тарих емес қой. Толықтай деп айту қиын болар. Сұрастырып, қарастырып жүреміз ғой, білгенім 50 шақты ән жеткен. Оның алғашқы 5-еуін болар. Кәдімгі қазақ музыкасының үлкен қамқоры Александр Затаевич жинастырып, алғаш рет 1925 жылы өзінің кітабына, қазақтың 100 ән деген кітабына қосып шығарған. Сонан кейін Шөкеңнің көп әндерін жиыстырған кісілердің бірі Борис Ерзакович. Борис Ерзаковичке Кенен атамыздың өзі Балуан Шолақтың 11 әнін жаздырған. Сол секілді басқа да Талиға Бекқожина деген басқа бірсыпыра кісілер атаның жаңағы музыкалық мұрасын жинауға үлкен әсер еткен. Одан кейінгі үлкен бір Кенекеңді Балуан Шолақ атамыздың әндерін бағалаған кісілердің бірі. Кейін өзінің «Замана бұлбұлдары» атты кітабында Шөкең жөнінде тарихи очерк жазған Ахмет Жұбанов академик. Ол кісілердің енді берген бағалары Шөкеңнің творчествосына аса жоғары. Борис Ерзакович және бір өзінің берген пікірінде айтады, Балуан Шолақ әндерінде керемет ритмикалық, олай күрделілік бар дейді. Оның кейін батырға тән бір астамдық, күш қуат, алапат нелер жатады. Бұл басқа сазгерлерде кездеспейтін шаруа дейді. Шынында да бұл тұрғыдан алғанда Шөкеңнің сазгерлігі бір өте нағыз бір сап алтын сияқты дүние, қайталанбас дүние. Бір адамның жаңағы нәзіктікпен, сондай ғашықтық, ынтықтық деген секілді адамның нәзік сезімдерімен қоса бір алапат күш қуаттың өзінің жаңағы әннің сөзінде де және музыкасын әуенінде де келіп жататыны, бұл енді өте бір ерекше жағдай деуге болады.
жаңағы Ғалияда мәселен бір айтып кететін ірі сөздер бар. Менің көңілім Ғалия дауалар еді, ауған түйе секілді бейім десең дейді. Ауған түйе секілді бейім десең. Қандай ірілік жатыр. Мұны жаңағы керемет, енді ғаламат күштің иесі. Өте бір алып, қай жағынан алып қарағанда да, сондай адамның ғана аузына түсетін сөз ғой. Арғынбайға 50 шақты әні бар деп айтамыз. 150 жылдығы болып жатыр. Мен осы күнге дейін Балуан Шолақ әндерінің концерті деген шараны естімеген екем. Менің өкінішке қарай 150 жылдық дегенде ойыма келіп отырған бір ғана мысал. Сіз 150 жылдықты қалай аталып өтілу керек деп ойлайсыз? Мен бұл жөнінде былтыр күзде алғаш рет егемен Қазақстанға Балуан Шолақ қандай құрметке де ие деген сияқты бір үлкен мақала жаздым. Атамыздың 150 жылда келе жатқаны, соған дайындық қажет екен. Бұған дейін о кісінің әруағын, рухын, атын есте қалдыруға байланысты шараларды одан әрі жалғастыру керегін. Ол шараларды айтқанда 2004 жылы осында алғаш рет мынау Бұландыда, о кезде Макин ауданы деп аталатын, сонда атамызға арнап алғаш рет ас берілді 140 жылдығында туғанның. Бір жылдың ішінде о кісінің зиратының басына биіктігі 20 метрге жуықтау өте әдемі стелла орнатылды. Және 8 қырын сипаттайтындай 8 гранит тастан бір төбешік өрілді. Ұсыныстар болды. Көкшетауда спорт колледжі бар. Осыған Балуан Шолақ атын берсе, тіпті жарасып кетер еді. Алматыда үлкен спорт сарайы бар Балуан Шолақ атында. Алдында ескерткіші жоқ. Жалпы бұл кісіге ана жылы Шуда бір ескерткіш орнатылды. Жақсы. Одан басқа мен ескерткіш орнатылғанын көрген емеспін. Ана Балуан Шолақ деген ауыл бар, айтпақшы, сол Қантауының етегінде, ата-бабаларының қонысында. Соның алдында кішкентай ғана бюсті бар. Басқа да ескерткіш жоқ. Одан соң сондағы айтылған бір ұсыныс, мынау Бұланды ауданының орталығы, Балуан атамыз өмір кешкен, қазір ұрпақтарының бір бірасы сонда өмір сүріп жатқан Тастөзек жағында. Аудан орталығы болып тұрған Макинскі қаласын Балуан Шолақ атамыздың атынан атаса тіпті жарасып кетер еді, әрі лайық болар еді деген сияқты. Осындай бір сыпыра ұсыныстар айттым сол мақаланың ішінде. Одан кейін Шөкеңнің әндерінің насихаты енді тиісті деңгейде емес қой деп ойлаймын. Рас, осы заман бұрында жаңа Кенен бастап, одан басқа да қаншама әншілер айтып келген аға ұрпақ өкілдерінен. Қазіргі кезде де айтылады, Қайрат Байбосынов бастаған, басқа біраз жігіттер айтып жүр, бірақ айтылғанда көбінесе 1-2 ән ғана айтылады да, басқалары көмескі тартып бара жатыр. Ал ол әндердің қатарына жаңа Ерзаковичтерден, Кенендерден кейін жаңа Балғабек Қыдырбекұлының да бір талай еңбек сіңіргенін айта кету керек. Ол кісі Шөкеңнің Жетісуға барғандағы әндерін жинақтап, нотасын түсіріп, кітапқа енгізген болатын. Сусамырдағы әні, Балуан Шолақтың Қаратаудағы әні, Жетісумен қоштасу әні деген сияқты бірнеше әнін нотаға түсіріп айтқан. Міне сол әндердің барлығы демесек те бір талайы олай жұртқа таныс емес, көмескі күйде қалып отыр. Осы жағдай түзету үшін республика көлемінде әлде бір облыста екен қазіргідей қолданылып жүрген мәселен Жамбыл облысында Кенен әндерінің фестивалі өткізіледі 2 жылда бір рет. Шымкентте Шәмші әндерінің фестивалі өткізіледі. Сол сияқты осы Ақмолада ма, тіпті сол Жамбылдың өзінде ме, қайда болса да, Алматыда ма, Астанада ма, Балуан Шолақ әндерінің фестивалі өткізілсе. Ол әндердің жаңағы бұрынғы музыка корифейлерінің бағалағандай, мынау
бір ерекшелігі жастарымызға рух беретін әндер. Жаңағыдай алапат күші сезіліп тұратын, жігерлендіретін, ал бізге ең қажеті қазіргі олай ар-намысты жоғары ұстайтын отаншылдық сипаты мол жастар керек. Сол жастар тәрбиесіне Балуан Шолақ әндерінің әсері мол болар еді. Өйткені кәдімгі сахараның саңлағының айтатын әндері жаңа. Мынау елде менікі, мынау жерде менікі дегендей сезіліп тұратын сондай ішкі қуаты мол әндер. Соларды насихаттау жағы кемдеу, осы мәселені қолға алса деген сияқты біраз пікірлер айтқам. Менің естуімше солтүстік Қазақстан, осы Ақмола облысы және біздің Жамбыл облысында аталып өтіледі деген Шөкеңнің 150 жылдық тойы. Біз Қажымұқан десек, ол кісінің қай жерде күрескенін, кімді жеңгенін, қай жерде күш қайратын көрсеткенін білеміз. Ал Балуан Шолақтың жаңағы балуандығы, күш атасын танымайтын қасиеті қай жерде білінді, қай кезде білінді? Балуан Шолақ алғаш топқа түскені 15 жасында көрінеді. Сонан кейінгі бір дерекке қарағанда 1895 жылы ол кезде әлі таққа отыра қоймаған, кейін таққа отырған орыстың соңғы император патшасы 2 Николай Омбыға бір сапарлап келеді. Сол сапарға осындағы елде жаңа қазақтың бір талай игі жақсылары, шонжарлары, болыс билері деген сияқты Омбыға барады ғой. Сонда Балуан Шолақ та барады. Ол енді 95 жылы есептеп қарасаңыз 31-де қойын жасы. Кәдімгі солқылдап тұрған жігіт. Әншілігі де бар, серілігі, әндері де шығып, өзі атағы күш жағынан доған дейінден дауыл арасында аймақ өңірлік күрестерге той жиындарда күресіп бәрін жығып жүрген ғой. Атағы шығып кеткен палуан жағынан, атынан да. Сол неде патшаның келу салтанатына байланысты күресте ұйымдастырылады. Күресте Карон деген Петербургтан келген бір палуан, енді жаңағы қарсы келген палуанның бәрін жығып жатады ғой, енді атағы зор палуан көрінеді. Сонда о да залогпен күреседі жаңағы. 75 сом залог салынады екен. 75 сом дегеніңіз о кезде көп дүние көрінеді. Бір жылқының құны өзі 3 сом ба сондай болса керек. Рубль ғой енді. Күреске түсіп, палуан Коронның қабырғасын сындырады ғой жығып. Николай риза болып алтын сағат сыйлайды. Жауырыны жерге тимеген балуан бұқаралық деңгейде шектеліп, неге кәсіби тұрғыда айналыспаған деген бір сұрақ туындайды. Бір себеп менің пікірімше, ол кісі ақын, ол кісі әнші, ол кісі сазгер, ол кісі саятшы, ол кісі мерген, ол кісі ат спортының негізін салушы қажет десеңіз. Осы қасиеттерінің бәрі оған жаңағы жол бермеген секілді. Шөкең ағасы мынау оң қолы отқа киіп болды молақ дейді ғой, кішкене саусақтарының кемдігі болған. Французша күреске түсу үшін саусақ түгел болу керек. Ол сондай жоқ. Шөкең оны мақсат тұтпаған секілді. Сол елдегі біраз кісілермен әңгімелескем, айтатын керемет юморист еді дейді. Әзіл қалжың дегенден ол. Шешендігі де басым болатын дейді. Бабамыздың портретін жасап көрейікші. Менің ойымша, мынандай ауқымды әндерді шығарған адамның дауысы кем дегенде баритон болған шығар. Ал бойы қанша болған, денесі қанша болған мәліметіңіз бар ма сол туралы? Бойы биіктен төмендеу, ортадан жоғарылау деп естігем. Оның соң бір мына кеудесі деген енді масқара бұлай отырғанда ұзын мен көлденеңі бірдей дейді. Үйдей болып отыратын дейді. Өте көрікті болған. Көзі тостағандай, өзінің келбеті де керемет, қасты, қырмұрын, әлгі дулыға сыймас шекелі дегендей шекелі. Оның кейін көзі өте өткір болған, оның көзіне тура қарау да қиын болған. Өмірден қалай өтті? Домалатпай деген ауру деп айтады екен ел. Бірақ енді ол кім біледі.
өт жарылды ма, әлде инфаркт сияқты нәрсе болды ма. Енді әйтеуір тосыннан келген, кенеттен келген сырқат қой, сөйтіп бір 2-3 күн қатты қиналып ауырады да дүние салып кетеді. Сонан кейін ол кісінде жасырып жерлейді. Жаңағы қарашекпенділер тіпті мәйітін қорлай ма деп, көз тірісінде өзінен жаңағы өш ала алмады, ешқандай өзіне қарсы келе алмады. Ал енді жаңағы қайтыс болғаннан кейін де соны тіпті қайтыс болғанды елге жарияламайды ағайын туысқандар. Балуан-шолақ жоқ десе, аналар қайтадан зорлық жасап кетеме деген сияқты. Арғынбай аға, Балуан-шолақ бабамызға қатысты біз естімеген мәліметтер айтып, ақпаратыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Рахмет шырағым. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.